Бүгін өңір басшысының төрағалығымен өткен жиында жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы мен атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау барысы талқыланды. Сондай-ақ спорт саласында атқарылып жатқан ілкімді істер мен кемшіліктер турасында басқарма басшысы есеп беріп, ағымдағы және алдағы жылдарға жоспар түзілді. Биыл еңбек мемлекеттік бағдарламасымен 40.008 адам қамтылады деп жоспарланып, нәтижесінде 14.794 адам тартылған. Сондай-ақ 13.000-ға жуық азамат екі қолға бір күрек тапса, 4.600-дан аса тұрғын тұрақты жұмысқа орналасқан. Нәтижесінде межелі жоспар 25,7% орындалды дейді басқарма басшысы. Күн тәртібінде қаралған келесі мәселе өңірдегі спорт саласын дамыту болды. 2020 жылдың қорытындысымен облыс бойынша салауатты өмір салтын насихаттау бағытында барлығы 1538 спорттық іс-шара ұйымдастырылып, онда 128.758 адам тартылған. Сондай-ақ ағымдағы жыл 500-ден аса спорттық іс-шара өткізіліп, онда 25.000-нан аса тұрғын қамтылған. 2021 жылдың 1 тоқсаны бойынша облыста дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылданушылардың қатары 375.674 адамға, немесе облыс тұрғындарының 33%-ын құрады. Бүгінде облыс бойынша спортпен жүйелі түрде шұғылданатын дене мүмкіндігі шектеулі адамдардың жалпы саны 3.389 адамды, немесе 9,6%-ды құрады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 370 адамға, немесе 0,9%-ға өсті. Басқарма басшыларының есебін тыңдаған аймақ басшысы көрсеткіш өсті дегенімен әлі де кемшіліктер кездесетінін баса айтты. Олқылықтардың орнын толтырып, жұмыс деңгейін көтеруді тиісті тарапқа қадап тапсырды. Әсіресе өңірдің жастарын барынша спортқа баулып, екі қолға бір күрек таппай сандалған тұрғындарға көмек қолын созуға ерекше атап өтті. Былтыр мен барлық әкімдерге тапсырма беріп едім. Әсіресе мынау мектептерге байланысты. Кейбір мектептерде жақсы спорт алаңдары бар. Футбол болсын, волейбол болсын, баскетбол болсын. Бірақ өкінішке қарай көбісінде даже доп та жоқ. Доп алып беруге болатын шығар енді. Доп, сетка деген. Сондықтан менің сұрайтын әкімдерге берілетін тапсырма. Спорт басқармасына бірігіп, соның бәрін қарап шығу керек. Қай жаңа неде ауылда жаңағы сеткалар, доптар бар ма, жоқ па? Соны біз енді қамтамасыз етуіміз керек. Айта кетейік, биыл 11 дене шынықтыру спорт кешенінің құрылысын жүргізу жоспарланған. Аталған спорт нысандарының орналасқан жері бойынша зерделеу жүргізілетін болады. Нәтижесінде бұқаралық спорт түріне қызығатын тұрғындар саны артады деп күтілуде. Ырысалы Кенжалиев, Сұлтан Жорабай, Мейірбек Сауранбай, 77 News.